Құныскерей, екінші бөлім. Бұл сол бір 17-18 жасында ешкімнен тайсалуды білмейтін, ұрдажық, тентектеу, әрі бір-екі жігітті күші бар қайратты еді. Қарсы келгеннен қаймықпайтын есер, әрі өркөкірек, өкірем бозбаланы шағыр уысынан шығармай, жел өтіне ұстағысы келгенін мұның өзі де кеш сезді. Ұмытпаса, зауза айының екінші жартысы еді. Шағыр мен екеуінің арасындағы әңгімеге біраз уақыт өткен. Кешкі шай үстінде анасы балғаным кейістік білдіріп бір-екі ауыз сөз айтқан. Ұзын бойлы, аққұба өңді, көрікті адам еді. Екі баласына алма кезек қарап отырып, Кәрімжан, құлыным, айтшы, осы Шағыр саған не деп жүр, Абайла құлыным, ойнап жүріп отпаспа, күйіп қаларсың. Ол байлығына, барлығына сенеді. Сен кімге сенесің? Қасыңда отырған қарасының әлі боз өкпе 14-ке енді толады. Менің жүрсім мынау, аңқыл-сыңқыл. Әйтеуір сенгеніміз сен. Ойлан, шырағым, мына заманның сарынына қосыл. Колхозға мүше болдық. Енді теріңді төгіп еңбек ет. Мама, сізге не болды? Ешқандай бөгде ойым жоқ. Келесі базарға түсіп, торы төбелді бір құлынды биеге айырбастасам деп едім, деді бұл. Өзің біл, құлыным, әйтеуір біз жерге қарап қалмайық. Есерлік жасама, есті бол. Шағырдың үйіне бүгін таңда бір кісі келді. Түрінен адам шошырлық. Өзі де денелі екен, шошып кеттім. Жақындап барудан тайсақтадым, деді мұқит дауыстай сөйлеп. Тек жүгірмек, саған не жоқ, ойпырмай, мына кесірдай, деп анасы ашуланып қалған соң бұл да үндеген жоқ. Бірақ інісінің сөзіне елеңдеп қалды. Екінші рет аяғыңды басушы болма, олай қарай, бұл не масқара, түнде тұрып ел кезген, деп анасы мұқитты біраз сілкілеп алды. Бұл әңгімеге араласқан жоқ, бірақ мына жайдың тосын еместігіне көз жеткізгендей болды. Осы әңгімеден соң тағы да 3-4 күн өткен. Сол мезгіл ішінде Шағыр бой тасалап үйінде жатыр ма, әлде науқастанып қалды ма, әйтеуір бұрынғыдай көлбеңдеп көзге түсе қойған жоқ. Өзі арнайы шақырмағасын, мұның да онымен ісі болмай, уақ-түйек шаруасымен айналыса берген. Бірақ көкейіндегі көп ой толқыны мен көңілдегі кейбір күдік әр уақыт жанын мазалап, өңешінің ішкі жағына қатты нәрсе тұрып қалғандай әсерде қалдырды. Апырай, сонда, деп ойлады бұл, Шағырдың басына түсіп отырған не, төніп келе жатқан қандай ақыр заман болды екен, оған сен де шарпыласың, деді-ау бір сөзінде. Қорқытқаны ма, әлде шындығы солай ма? Әр сөзінің астыңғы тігісінде астар жатқандай күрсініп сөйлейтіні ұнамайды бұған. Жоқ, оның жұмсақ алақандай тәніңді сыйпай, жаныңа сыналай кіретін сөзіне әсте балқып кетуге болмас. Балқып кеттің екен, бітті. Құрығына бір түссең, енді қайтып босану қиын. Апырай, іштен шыққан шұбар жылан дегендей, өзінің қанынан жаратылған екі перзентін өз келешегі үшін тұл қылуға әзір отырған алпауыт адамнан не жақсылық күтуге болады? Қажетіне жаратып, қажеті жоқ күнде мұның да жүрегіне қанжар салып, қылжита салудан тайынбас. Тіпті басын тәнінен бөлек кесіп алып, қас жауы ретінде қанжығасына байлап жүруден де жүрегі мұздамасау шіркіннің. Алды-артын өлшеп-пішіп, оймен барлап отыратын аса сақ адамның мына толғанысы жайдан жай емес екені өз-өзінен түсінікті. Колхозға мүше боп, малының тең жарымынан астамын айдап берді. Текеден келген уәкілдің алдына бұлбұлша сайрап, октябрь нұрының жақсылығын сөз етті. Лениннің даналығын тебірене айтты. Ойпырмай, сонда сырты жылтыр сөздің ар жағында мәңгілік жібімес мұз жатыр екен-ау. Совет өкіметіне деген ыза кек, ашу араз, анау қатпар-қатпар қарында итше ұлып жатыр екен ғой. Бұл көк майсаның үстінде шалқасынан жатып, осы жайларды өзінше барлады. Әлде оның айтқанына қош деп, бас изеп, кімдермен астарлас екенін біліп алса ше, зияны болмас еді. Дегеніме көнбеді, менің құпиямды біреуге жеткізіп қояды деп
мұның көзін жоюға тырысса ше, ол да бола қоймас. Дегенмен бәріне әзірленіп, сақадай сай тұруы қажет. Күрең атты қаңтарып қойған бұл таң сібірлей атқа тоқым салып, Қызылқоғаның базарына торы төбелде жетектеп барып, құлынды биеге айырбастамақ еді. Күрең шағырдың аты шулы жүйрегі, әншейінде үстіне шыбыннан басқа ештеңе қонбас еді. Мына уақыттан шошынды ма әйтеуір, сенің астыңда болсын деп ең аяулы атын бұған беріп қойғалы біраз күндер болған. Өткен жылғы Ақкөбедегі ұлан-асыр бәйгеге қосылған 35-40 аттың ішінен күрең жалғыз өзі жеке дара келді. Сондағы шағырдың көңіл тұсай, бәйгені жұртқа ат үсті үлестіріп, жарқылдап сөйлеп, ауылына кеп және той жасап, біраз адамдарды шақырып, жасы үлкендердің батасын алған. Сол бойда аудандағы милиция бастығының орынбасары Жұмабай осы атқа қолқа салып еді. Сәл нәрсеге қызыққыш, көрсе қызарлау адам болатын. Шәке, жаңа өкіметтің жаршысыз ғой, өзіңде бай, өзіңдей ақылды адам ілеуде біреу болар. Осы жүйрігіңді маған қисаңшы, қолқа салып сұрап тұрмын, деді Жұмабай, бәйгеден қайтқан жолай шай үстінде шағырды сөзге тартып. Құны 2 үйір жылқы, оны қайдан тауып бересің, тақыр кедей, деп шағыр Жұмабайға одырая қарады. Милиция бастығының орынбасары екен деп ығыспады. Жылқы өзіңде бар, бәсін тікте, алтындай ал, деп Жұмабай сақылдай күлді. Бәрібір ертеңгі кәмпескеде бостан-босқа бір малшының тақымында кететінін білермісің? Әй шіркін-ай, сол да сөз ба тәйірі, мінсе малшы мінсін, еңбегі сіңді, малымды бақты. Адамды алтынға айырбастап алармысың, деді шағыр даусын көтеріңкіреп. Адам тым қымбат қой, оған тең келер бұйым жоқ. Тегінде есіңде болсын, біреудің астына жастық қоя сөйлеу азаматқа абырой әпермейді. Әрі осы өкіметтің оң қолы сендейлердің айтатынын да, сұрайтынын да бұқпалдап, тұспалдамай, өті жарылып кетсе де тікесінен бастауы керек емес пе, ә? Біз кім, сен кім, арамыз тым алшақ жатыр-ау. Кәмпеске жасап, малымды тартып алып, өзімді итжеккенге айдаттыратындай біз не істеппіз сонша? Осыған өзің жауап бер. Әйтпесе, жаңағы сөзің үшін итжеккенге өзің де кетерсің, менімен бірге. Мен бай емеспін, мен Совет үкіметі үшін жан-тәнімен қызмет етемін, деді Жұмабай қызарақтап. Ал біз кімнің адамымыз, деді шағыр бастырмалатып. Біз аспаннан аяғымыз салбырап түсті ме, әлде жерден төбемізбен шықтық ба? Ашып айт, оқыған-тоқыған азаматсың ғой тегі. Сендей буржуйлармен салғыласып отыратын менің уақытым жоқ. Жүйрігіңді аламын дедім, аламын. Жұмабай отырған орнынан шапшаң тұрып, қазықтағы байлаулы атына ырғи мінді де құбылаға қарай сатырлатып шаба жөнелді. Ашудан бет-аузы баржиып қызарып кеткен шағыр біразға шейін тек қана күрсінумен болды. Ешкім онымен тіл қатысуға бата алмады ма, әлде қажетсінбеді ме? Әйтеуір ат үстіне қонғанша әңгіме өрістемеді. Күреңді жетекке алған соң шағырдың қабағы сәл ашылып, әй жігіттер, несіне мүлгейміз? Ат үсті жел емес пе? Желдіртіп алайық, деп өзінің денесінің ауырлығына қарамастан астындағы көк шуланды бауырлап жіберіп, қоқта асқанша ауыздыққа тіреген. Сонда қасындағы атқосшыларда ес қалмай, есірік кісілерше жабыла жарысқан-ай. Бірақ не керек, алдарындағы көкшулан аттың үстінде сықай қапқа тыққан түйені жарты етіндей шағырдан озбай да қалмай да пәтшағарлардың бостан-босқа шаң жұтқаны мұның намысына тиген-ай. Астындағы торыны сауыра тартып жіберіп алға ұмтылдай. Сонда көрінім жерге мүшелігі бар жануар шағыр соңындағы тобырды қақ жары өтіп көкшуланмен қатарласқан. Жалт қараған шағырдың қып-қызыл қос жанары мұны атып жіберердей болса да, бұлт басын тежемей, анау қыратқа дейін жеткендеріңе бір теңге деп айқайсап, торының тізгінін босата беріп және сауырлаған. Құйындай аққан атының оң жақ үзеңгілігінен еңкейіп кейінге көз тастап еді. Шағырдың ала топалаң шаң астында қалдырып желіккен топ мұның соңынан салған екен. Қыраттан асқанда
торы ешкімге сипатпай жалғыз кетті. Бұл ат басын біразға дейін тежемей, не екенін өзі де сезбейді. Әйтеуір әр нәрсеге көңілі толғандай, немесе мұздай шәрбат суынан қанып ішкендей күйге түсті. Сол жолдан соң Шағыр бұған өкпе артқан адамдай аз-кем уақыт сырттағаны көрер көзге белгілі еді, бірақ сыр беріп жағашқан жоқ. Кәрім қарт әлі де еті қашып, еңкеймеген денесін нық ұстап, жыңғылды ойпаңды кесіп өтті. Шіркін, Тайсойған-ай, шөбің шекер, суың балау, не деген құтты қонсең. Бірақ ата-бабамыз аялай білген осы бір ұжмақты біз қалай түсініп, қалай бағалап жатырмыз. Әңгіме сонда. Жер өзгереді, ел өзгереді дейді. Жел еседі, құм көшеді, су қашады дейді. Кешегі көкорай шалғынды көк танабы суалып, тұзды сорға айналар, белес-белес төбелер белдеуінен айырылып, сусыған құмға айналар деп еститін еді бала кезінде. Ол заманына, уақытына қарай шығар, шыр етіп дүниеге келгелі көргені осы Тайсойған, емгені де өскені де осы жер. Кешегі 5 жыл сұрапылдан басқа мезгілде табаны осы арадан ауған емес. Бірақ Тайсойған өңірі сол қалпы ескіріп тозбайды, қайта жасарып жайнай береді. Тек игере біл, есептей біл, есіркей білсең, шөбі мен суы 10 мыңдаған малды қысы жаза асырар. Қарт осылай ойлады, ойланды да адымдай түсті. Әне бір бұйра құмның оң жақ баурайына қалың қияқ өсетін еді. Ана шығыс беттегі биік шағылдың арғы ойпаңы сары мия мен түп-түп еркек болатын. Тап қазірде де сол қалпы шығар. Өйткені бұл араны мал тұяғы сирек басады. Шіркін, осы арадан әсіресе әне бір қолдаудан қашар тұрғызып, 2-3 қора қойды қыстай жайып шықса ғой, қандай жеңілдік болар еді, ә? Осы ойын орайы келгенде ферма меңгерушісі Төрежанға айтып көріп еді. Ол, ту кәрекай, құлан жортпас құла дүзге қып-қызыл құмның арасына кім барады? Барған мал да, жан да арам өледі ғой ол жерден. Қысы жаза қатынас жоқ. Құдайдың бір қу шоқысын сөз етіп, ерігесіз-ау жүдә, деп қолын бір сілтеген. Әй, менің ойлағаным тура, мына сенің қамың. 3 қора қойың қыстан бүйрек майын жармай шығады. Ал машина баратын жолды өзім тауып берейін деді. Бұл да қатқылдау сөйлеп. Оған су қайда? Сусыз өмір болмайды ғой. Малыңа шақырым жарым қашықтықта жарып шыққан бар. Ал ауыз су жерді түртсең шығады. Оны өзің де білесің. Жоқ, ақсақал, ұсынысыңыз дұрыс-ақ болсын, бірақ мұныңыз жалғыз менің қолымнан келетін емес. Жоғарыдағылармен сөйлесіп көрейін, сіз айтты дейін деп мырс еткен. Өзің біл шырақ, деп бұл да жантая қалды. Содан бері жылдан асам уақыт өтті. Енді міне сол бір ұсынысын көзімен көріп тұрғаны. Ферма меңгерушісіне айтуын айтқанмен, артынан ойланып қалғанда сыңай бар еді. Жоқ, көңілдегідей екен. Бәз-баяғы қалпынан өзгермепті. Қайта қар басқан шағылдар бейне ақшат дауы секілді әппақ боп көмпейіп жатыр. Қарт сәл оңға қарай қиыстап, желілі алабота өсетін тұстың қарын аяғымен итеріп еді. Дәні ғана қураған жарықтық қар астында былқылдақ күйінде бұғып жатыр екен. Содан сәл төмендеу қиғаштап, ойпаңдау тұстың қарын түртіп еді. Құдықтың орны көміліп, жермен тегістеліп кетіпті. Өзінің шалт басып қателескен кезінде паналаған жеріне бұл көп жыл бойы атызын салмап еді. Ителгі түбіне қыстағанына 2-ші жыл болса да, тіресіп көріп еді, ақыры шыдай алмады. Мұнысы несі, кәрілік пе, әлде қартайған адам көңілшек бола ма? Жоқ, мұны итермелеп, еріксіз атқа мінгізген қыстың аса қаталдығы. Малға жайлы қоныстың қажеттігі, әсіресе жылқы қамын ертерек ойламаса болмайды. Құдай сақтасын, жылқыдан күй бір кетпесін. Қоңнан айырылған жылқының қатарға қосылуы қиынның қиыны. Өйткені толық нәрем ала алмаса, жылқы жусамайды да, тас қарындағы құрттар өліп, немесе түсіп қалады, сосын бітті. Қарт осыны ойлады да, сәл кейін жүрді. Көп жыл бойы сағыз бойын жайлап та қыстап та келген үйір-үйір жылқының өрісі
тым тарылып кеткен соң сапқоз директоры сағынмен жағаласып, ұғындырып жүріп, құмды қыстау керек деген пікірді алғаш алға тартқан өзі еді. Өйткені отар-отар қой жүрген жерде жылқыға не жоқ, тегінде жүрісті жануардың бір беткей тебіні, бір беткей жайылысы болу керек. Әйтпесе олардың үнжырғасы түсіп кетеді. Сонан соң Сағыз өзенінің суы шілде айында кермектеніп, аши бастайды. Жылқы малдың төресі емес пе, шөлдеп, тамағы кеберсіп келгенде ғана аздап жұтады да, мейірі қанып ішпейді. Суға мейірі қанбаған соң мама биелердің сүті тартылып, қымыз болмақ түгілі құлындарын жартпай қояды. Сүтке жармаған құлындардың шаң жұтып, жылдам қара өкпе болатыны остан. Әуелгі кезде Тайсойған өңірінде үйтқұс көп, шағыл тасасынан шыға кеп, құлын мен жабағылардың таңын айырып тастайды деп баласы қақсап еді. Бірақ әкесі сыр бермеген соң біраз қыңқылдады да қойды. Пікірін дәлелдеп, әке алдына жайып сала алмады. Құдық демекші, қанжығасына байлаған кішкентай қол күрекпен жерді тізеге дейін қазып еді. Тұп-тұщы су шыпылдай құйылып, әп-сәттеп мөп-мөлдір боп тұна қалған. Сондағы судың тәттісі-ай, анау шап-шағын жер кеспеден шығып, құдық суын әлсін-әлсін жүрелей жұтқаны талай жылдар өтсе де көз алдынан әлі кетер емес. Тіпті дәмі әлі күнге шейін аузында тұрған секілді. Апырай, деп ойлады бұл. Басы жасамағанның аяғына күш түседі деген сөз рас екен-ау. Сонда аз кем уақыт есерлік жасап, күллі ауылға, жекжат жұрағатқа, ағайын туысқа соншама жек көрінішті болуына басты себепкер өзі емес пе? Иә, дәл өзі. Шағырдың жазғы түннің самалындай маңдайыңды сипаған сиқырлы сөзіне еріп кетпегенде бәрі басқаша болатын еді. Қатты ұйықтап кеткен шошып оянды. Мезгіл түн ортасы болса керек. Кермедегі бәйге күрең құлағын қайшылап, алдыңғы аяғымен жер тарпыды. Бұл жата қалып тың-тыңдап еді, ешнәрсе сезілмеді. Жаңа туған айдың жарығы да әлсіз. Шағыр үйінің маңында да көңілге күдік ұялататындай қара-құра көрінбейді. Әншейінде адам көрсе арсылдап, алдынан жүгіретін дәу төбетте үнсіз. Сонда бәйге күрең неге мазасызданады? Тоқта, не де болса тәуекел. Бұл шапшаң қимылдап, күреңнің аяғына кілтті кісен салды да, өзі жай басып, Шағырдың ақ ордасына қарай беттеді. Көлеңке жағынан келіп, туырлықтың астынан құлағын тосты. Үй ішінен күбір-күбір сөйлескен екі адамның даусын естіді. Бұл жүрелеп жата кетті де, аяқ киіздің шетін ептеп көтеріп, тың-тыңдап еді. Дауыс енді анық естілгендей болды. Бірақ отырғанның кім екенін көруге мүмкіндік жоқ. Өйткені аяқ киіздің ар жағынан орама ши ұсталған. Саумалды қанып ішіп ал, деді Шағыр күңгірттеу дауыспен. Аңқам кеуіп келіп еді, шөлім басылғандай болды-ау, деді жуандау дауыс. Иә, Ахмет халфе не деді? Өткендегісін алтынға айырбастадым. Бірақ саф алтын емес, кіл Николай теңгелері. Жақында үйшікке немесе текеге жүремін бе деп жиналып жатырмын. Маған өтінген соңғы шаруасын сол сапарымда үйлестіремін бе деп отырмын. Оны жол біледі ғой, әзір асықпасын деді. Басқа не деді? Ләммейм деп аузын ашқан жоқ. Орнынан тұрып мешітке кетті. Дұрыс, сен қалай ойлайсың? Осы Ахмет халфе текеге неге көп пара береді, ә? Қалай деуге болады? Дымы ішіндегі адам ғой, сыр бермейді. Саған айтпағанда сырын кімге айтады ол? Жарылып кетпей ме? Жарылса алтындары түсіп, немесе шашылып қалады ғой. Хе-хе-хе, жуан дауысты адам тұншыға күлді. Сенің осы құныстан не хабарың бар? Өткен күзде көкжар түбінде быт-шыт боп қашып кетіпті ғой. Сірә теке жақта жүрау деймін. Бұл өзімше топшылауым. Сол бандымен Ахмет халфенің астыртын байланысы жоқ па? Жоқ, ол құныстан қорқады, тонап кетеді деп. Оңай болмас меніңше. Құныс пен осы халфенің арасында күбір-сыбыр барау деген күдік кеудеме оралады да тұрады. Екеуі де қара жүрек қаншер емес пе? Құныс ашық, халфе жасырын. Қой, Құныстың жөні бөлек. Ол өте-мөте сақ, тіпті сауысқаннан да сақ адам ғой.
халфе қысылғанда сатып жібереме деп күдіктенуі мүмкін. Мен түсімде құнысты жиі көремін. Сол пәле осы маңда жүрау деп ойлаймын. Осы сәтте Шағыр қарсы отырғанға көзін қадап, суық жымиған сияқты. Қой көтек, онда ылаң келді десеңші, алдыңғы жылы маған қосыл жүректі жігіттерім жетіспей тұр дегенде сылтау айтып жылсып кетіп ем. Қалпенің менің үлесімді сенен беріп жібермегені несі? Қайдам, маған айтқаны бәйге күреңді Жұмабайға берсін. Бір ат өліп те қалады. Бірақ Жұмабайды әуелі бері қаратып алайық. Оның пайдасы тиеді. Күреңнің бәсін 2 есе, тіпті 3 есе етіп қайтарамыз. Қазір жүйрік ат ұстайтын уақыт емес деді. Үнсіздік. Сосын не айтты? Деді Шағыр даусын бәсеңдетіп. Осы атқа халфенің өзі қысығып жүрген жоқ па? Сен қалай ойлайсың? Шым-шымдап тартып, құйрығымызды құмға батырар-ау, ол қу. Мен білсем, ол осы атпен Жұмабай аңқылдақты қолына мықтап байлап алайын деп жүр ғой. Ақын зімбіл Жұмабайға. Тұқым едің аңқиған, құйрығың желдей гулеген дегені бар емес пе? Ой, қатырдау ақындар. Сен былай істе, қызыл маяны жолай, Саурықтың үйінен жетектей кет. Менің атымды атасаң береді, апарып халфеге тарту ет. Жолы болсын, мынау жолыңа қаражаты деп сәлем айтты де. Ал күрең ат жөнінде жұмған аузын ашқан жоқ дерсің. Әлде де ойланайық. Егер екеуміз межелі кезден бұрын сапарға аттансақ, бұл жүйрік бізге де керек қой. Әліптің артын баға тұрайық. Халфенің ізін қадағала. Әлбетте, әлбетте, бір құдайдан басқаның бәрі екеуміздің еншімізді ажырата алмас деді, жуан дауысты орнынан қозғалып. Ал сау бол, келесі бейсенбінің осы мезгілінде бір шаң берерсің. Бірақ жаңалық болмаса келмей-ақ қой. Әлбетте, Шәке, әлбетте, солай ғой өзі. Істің ыңғайы келмесе, ар жағын ести алмады. Бұл үйді шапшаң айналып, қараңғылыққа сүңгіген. Сырттап барып, сыртынан қарамақ еді, манадан бері қозғалмай жатқан дәутөбеттің арсылдап, ана түн жамылған жүргіншіге емес, бұған қарай тап-тап бергенін қайтерсің. Бұл амалсыз кейін шегініп үйіне келді. Бәйге күреңнің шідерін алып жатып, мойнынан құшақтап, «Иә, саған да ұлы дүбір туды-ау, жүйрігім» деді күбірлеп. Сосын тұсау тастам жердегі төсегіне қисайып еді, ұйқысы келмеді. Апырай, Шағыр жездесінің бұл сезбейтін мың шұқыры бар екен-ау. Бірақ 1001-шіге бұл емес, өзі түсіп жүрмесе. Күреңді мініп, түз төбедегі апайыма тартып кетсем қайтеді. Жоқ, сәл ертерек қызбалыққа салынуға болмас. Мен де әліптің артын бағайын. Айтпақшы, жаңағы қу кім болды екен деген ойлар мазалап жатып, мызғып кеткенін байқамай қалды. Таң сібірлей атып тұрып, күрең атты отқа жіберіп, арқандаулы торыны жетектеп, құдыққа беттеп еді. Анадай жерде үстіне мауыты шапан жамылған Шағыр тұр екен. Кесіп өтуді ыңғайсыз санап, амалсыз бұрылды. Ассалаумағалейкум, Шәке. Әлейкүссалам, амансың ба? Кәрімжан, аман есен үрдің бе? Рақмет. Күн шыға базарға жүремін бе деп, күреңді аз кем жайдыртып алайын дегенім ғой. Торыны суарып, жал құйрығын тарап дегендей. Сол базарыңды қоя тұршы, шырағым, деді Шағыр бұған үңіле қарап. Жалпы торы аса етті жылқы. Жаңа ойлап тұрсам, неден қысылып сатамыз оны деген сұрақ туды. Ана Мұхитжанға былтыр бір байтал мінгізіп едім. Сол биыл құлындапты. Ал мына торына амандық болса, қысқа соғым етерсіңдер. Құдай салмасын, жануардың өзі де отшаң, қысқа дейін тұралап қалады. Қасысы сере шықпаса, менің сәлемімді алма. Күреңді ауыл арасына міне бер, несі кетер дейсің. Айтпақшы, түн ортасында төбетіне қарсылдады. Ит құс келіп жүрген жоқ па екен? Әлде ұры қары бар ма? Байқамадың ба? Жоқ, Шәке, қатты ұйықтап кетіппін. Тіпті иттің үргенін естімедім. Жақсы, сіздің дегеніңіз болсын деп бұл Шағырдың ыңғайына жығыла кеткен. Дұрыс, қазір ұйықтайтын уақыттарын ғой сендердің. Бірақ жастық шағыңды ұйқыға қорғылуға болмайды. Әрине дамылдау да қажет. Қазір сенің түн жортатын кезің ғой. Қыр астында қыздар тұрғанда пәтшағар қалай ұйықтайсың? Шошып оянбай. Сұлу десе қайнайды қан ішімде, сұлу десе жоқ болар барысымде деп әлгі жаман зімбілде қақсамай ма?
Сен сол қисық ауыз құрлы жоқпысың жүді, шағыр даусын шығара қарқылдай күлді. Сосын тез езуін жиып, салмақты қалпына түсті. Сөйлесетін аз кем шаруа бар еді шырағым, түсәлт бетінде маған келерсің деді де, шұғыл бұрылып үйіне қарай беттеді. Түс мезгілінде бұл шағырдың үйіне барудың қамын ойлап, тағы не айтар екен деп топшылай бастаған шақта сырттан аттың дүбірі естілді де, бұл керегеден қарап үлгірінше: «Сәлем бердік апай, мал жандарыңыз аман ба?» «Құдайға шүкір, біз де аманбыз. Шаруа бастан асады. Әрі мына колхоз дегеніміздің аты болмаса, заты оңбай жатыр ғой. Кәрім үйде ме?» деген сөздерімен бірге сықырлауықты айқара ашып, ұп-ұзын сырықтай боп Төлеш кіріп келді. «О, төке, ассалаумағалейкум», деді бұл орнынан ұшып тұрып. «Ат көлігіңіз аман ба?» «Ия, жол болсын. Өзіңде аманбысың, Кәрімжан?» деді ол төрге малдас құрып отыра беріп. «Ат тұста аз кем шаруамен келдім. Мына колхозды ұйымдастырдық-ау. Бірақ әлі ісі оңға баспай жатқанын көріп те жүрген шығарсың. Тым шашыраңқы кім-кімді ұстап, немесе бір шаруаға жұмсап болмайды. Мезгіл деген зарлап өтіп жатыр. Менің осы колхозды басқарғаныма да жылға жуықтап қалды. Өзгеріс енгізе алмай жүрмін. Ал аудандағы басшы жолдастар жақында шақырып алып, иттерімді басыма қаптады. Олардікі де жөн. Аққұл колхозынан біз қалып қойдық. Сонда менің не істеуім керек?» деді бұл. «Білімім жоқ. Алып кел, шауып кел болмаса. Колхоз малын бағу менің қолым емес. Оны ашып айтайын. Ал басқа не бар?» «Оның бәрі дұрыс қой», деді Төлеш бұған жылы шыраймен қарап. «Колхозға мүше боп кірген екенсің, қалайда айтқанымды жасайсың деп жатқанымен жоқ. Әйтеуір осындай қиын кезде жең ұшымен жалғасуымыз керек емес пе, қайткен деді, Ол ұзын мойнын қатайта ұстап, мұның бетіне бажырая қарады. Тіпті кірпігінде қағар емес. Сәл тартыңқы үстіңгі еріне тиер тимес боп, имене төніп отырған мұрынның делдеген екі жағы аздап тершіген бе қалай. Шүңірейген қос жанары сенің ішіңде не жатқанын да білетін, немесе көретін секілді. «Төке, менің қандай жәрдемім бар? Ойласайық, ақылдасайық», деді бұл сәл қатыңқы дауыспен біраз үндемей отырғаннан кейін барып. «Бәсе, мынауың ер жігіттің сөзі болды ғой», деп Төлеш мойнын босатты. Сол екі арада есік алдынан мамасының: «Кәрімжан, шәй әзір болды. Қонақтың қолына су құй» деген даусы шықты. «Апырай, босқа әуре боп, ағарғанда жарайтын еді тегі», деді Төлеп, сәл төрге қарай құйрығымен жылжып. Шәй үстінде артық сөз болмады. Бірдеңе айтқысы кеп оқталғандай Төлеш екі-үш рет тамағын кенеп, орнынан қозғалып қойды. Шөліркеп келгенде дастарқан үстіндегі сары май құрт ірімшіктен аузына да салмай, қаймақ қатқан қызыл күрең шайды сораптай ішті. Анда-санда көз қиығын шаңырақтауға күлдіреуішке салып қояды. Осы тыныштық шәй аяқталғанша сақталар ма еді, қайтер еді? Кенеттен мамасы балғанымның: «Әңгімелеріңді құлағым шалып қалды, Төлеш қайным. Әрине тыңдап жүргенім жоқ, бірақ естіген құлақта жазық жоқ емес пе?» «Дұрыс», деді Төлеш тағы мойнын қатайтты. «Осы колхоздың бір ісіне керек екенмін, мына мен де мүшемін. Тиесілі міндетімді атқарудан қашқақтасам не болғаным? Бізді кезінде зорлаған ешкім жоқ. Бір сиыр 5 қой бердік деп шалқайып жата бергеннен не шығады?» «Жөн сөз, жеңгей, жөн сөз», деді шәйді сораптай ішкен Төлеш алға қарай имене түсіп. «Мына Кәрімжаным шынына жүгінсек бар ғой, салақтап бос жүр. Осыны неге колхоз жұмысына салмайсыңдар? Ана кіші баламда мал қайыруға жарап қалды. Енді 14-ке толады. Ол да қарап отырмасын. Екеуін бірдей үйге тығып қойғанда маған не түседі? Еңбек етсең емерсің демей ме?» Даналық сөзде де келгенің жақсы болды. Тіпті адамнан да, Құдайдан да ұялып жүрем шырағым. Әлгі Абай ақын айтыпты дейді ғой, тамағы тоқтық, көйлегі көктік, аздырар адам баласын деп. Тура айтқан ғой жарықтық. Қандай дәл? Дұрыс айтасыз апай, жөн сөз. Апырай, жұрттың ең болмаса тең жарымы сіздей жанашыр, сіздей жебі түзу адам болса ғой, біз әлдеқашан ілгерілеп кетер едік, деді Төлеш ақ жарқын кейіппен тершіген ұзын мойнын алақанымен сүртіп. Бұл үндеген жоқ.
шай құйып отырған анасына бір, төрде шаншылып отырған Төлешке бір көз қырын тастады. Айтар сөзімді айтып болдым дегендей, анасы бұған қарай мерейлене қарады да, иегінің астынан бір байлай салған ақжібек орамалын сәл көтере маңдайын ашып, оң құлағын сыртына шығара қайта тартты. Кәрімжан, деді Төлеш, ыстық шайды сораптай ішіп, анау бұрсанның бергі тұсындағы оймақтай ғана тегістік бар ғой, Құдай оңдап сол жерге жазғытұрым су едәуір жиналды. Кеше әдейі барып көріп ем, суы сіңіпті. Өзінің топырағы да сусыған құмдауыт емес, ширақ. Сол аядай жер шамамен ені 400 адымдай, ал ұзыны 600 аршындай болады-ау. Сол жерге 3 өгіз соқа салып, тары екпек ойымыз бар. Тұқымды Қызылқоғаның базарынан сатып алдым. 3 пұт болып қалады-ау. Таза, несін айтасың баданадай, соны өзің басқар, бас көз бол деп айтқалы келдім шырағым. Бұл тағы да үндеген жоқ. Сенің оған қажыр қайратың толық жетеді. Қарауыңа 3-4 адам беремін, жасқанба, деді Төлеш мұның бетіне тесіле қарап. Неге үндемейсің, деді анасы, шын аяқтағы шайды бұған ұсына беріп. Жұмыс бастан асады деп Төлеш мойнын бұрынғыдан да қатайта түсіп, Сараттанның орта шенінде Сағат көліне шалғы салар кезде де кісі керек. Биылғы шөбі тұнып ақ тұр. Колхоздың аз-мұз малына азық қамдамасақ бола ма тәйірі? Жарайды, деді бұл. Басына қос тігіп құдық қазу керек шығар. Сонан соң інімді де ала кетейін. Өгіз жетектер, тамақты өзіміз жасаймыз ба? Мұндай сөзді күтпеді ме? Төлештің мойны босап, басы сылқ етіп, кеудесіне қарай түсіп кете жаздады. Риза болған кейіппен бұған бажырая бір қарап алды да, шайды сораптай түсті. Ертең түсте сол жерден табылыңдар, Кәрімжан, деді ол атына тақым салып жатып. Мен бәрін де әзірлеп қоюға тырысамын. Күн көзі тас төбеден ауып, мезгіл кіші бесін болса да, бұл керегенің аяқ кейзі түрулі тұсынан сығалап қойып жата берген. Ойы шартарапта. Жаңа ғана басқарма алдындағы уәдесінен енді тайқып кетсе, адам санатының шығып қалатыны айдан анық. Әрі мамасы да ренжімей ме? Әрине, мұны жер етіп сілкілері қақ. Ал Шағыр не дер екен? Менімен бір ауыз ақылдаспай балалық жасадың ғой. Оның не? Құрулы жатқан серіппелі қақпанды көре тұрып басқаның. Әй, өзім білемін, өз дегенімнен жүремін деуің бір күні сені орға жықпаса жарар еді деп қып-қызыл көзін мұның өңменіне қадап, суарманың қарбызындай басын шайқар мекен. Қой тәуекел, не де болса мойнымен көтерейін. Бұл орнынан атып тұрып сыртқа шықты. Ат байлайтын кермеге қызыл өгіз сүйкеніп тұр екен. Оны біраз жерге шейін қуалап тастады. Сосын жалт бұрылып Шағырдың үйіне бет алды. Шағыр Ақ-Орданың көлеңке бетіндегі сәкінің үстіне салулы жұмсақ төсекте қисайып жатыр екен. Алдындағы үлкен зеренде саумал қымыз. Екі көзін жұмып, таспиық санап, ернін сәл-пәл жыбырлатады. Етті денесі шілдеде күл басында аунап жатқан сары маядан бірде кем емес. Осы күйінен өзі жанына рақат тапты ма, әлде жорта жасай ма? Әйтеуір бұл қасына барып, тамағын қаттырақ кенегенде де былқ еткен жоқ. Назарын төмен салып, таспиығын санай берді. Бұл сәкеге тізе бүкпей, кіші отаудың алдында күйбеңдеп жүрген апасына қарай өтіп кетпек болып, қадам баса беріп еді. Шағыр көзін ашып, отыр, қайда барасың дегендей ишарат білдірді. Сәкінің шет жағында малдасын құрып қақшиып отырған бұған көңіл аудармай, Шағыр сүт пісірімдей уақыт таспиығын санап, ернін жыбырлатып, қайта-қайта есінеп, бір-екі рет түшкіріп жіберді. Тас санаудан өзі де жалықты ма? Біраздан кейін орнынан көтеріліп, алдындағы жайнамазын сілкіп-сілкіп алды да, асықпай бүктеп, сонан соң мұны жаңа көрген кісідей бажырая қарап, Кәрімбісің, бір жаратқан ием бар ғой деп, бүгін жұма болғасын мінәжат етіп жатқаным ғой. Адам баласы болып жаратылған соң, бір Аллаға сыйынып, шүкіршілік етпесең, әйтеуір түбінде Әзірейіл келіп жаныңды алатын болған соң, осы бастан өзіңді әзірлеп, сақадай сай тұрмасаң, арнасынан асып төгілетін асау өзендей тасуыңда
төгілуің де, үзіліп кетіп қалуың да бір сәт емес пе? Бәрі жаратқан иемнің қолында. Біз соның уақытша тірі пендесіміз шырағым. Қажет екен, қара жер құшағына да барамыз. Одан да біз түгілі Қорқыттың өзі қашып құтыла алмаған ғой. Солай, уақыт деген өлшеулі, біреуге ерте, біреуге кеш. Бұл аузын ашқан жоқ. Шағыр мұның бетіне бір-екі рет сынай қарады да, кеудесін созыңқырап барып, шырт-шырт еткізіп, тісінің арасынан түкірді. Сосын малдасын құрып, бүгіндікке ауыз тиіп отырғандай, бісміллә деп, зерендегі саумалды жұтын құрап алды. Шайқап-шайқап қайта жұтты да алдына қойды. Әлгі бос мойын бұл ауылды неге торылдап жүр, сездің бе? Аузы аққа жармаған жаман еді. Өкіметтің арқасында ат жалын тартып, мінген соң ол да адам санатына қосылайын депті. Апырай, аш бөрідей шулаған жаман тобырлар бұл күнде миыңды шағатын халге жетті. Ой заман-ай, Шәке, мұның жөнсіздік емес пе? Айдаладағы адамға ғайбат-ғайбат тіл тигізуіміз ыңғайсыз ғой. Ол өзінің мойнындағы міндетін атқарып жүрген азамат. Жұрт не десе о десін, меніңше Төлеш естігісі. Біртоға жөн-жосықты біледі. Ешкімге тиіп жатқан зияны жоқ. Шағыр селкілдеп күліп алды. Күлкісін тыяйын деді ме, зерендегі саумалды басына бірақ төңкерді де, шоқша сақалын тарамдап, көкжиек жаққа көз тікті. Баласың ғой әлі, деді ол, бұған тағы да тіктей қарап. Біреу жылы сөйлесе, соған сеніп қалмау керек. Әрине, ет жақының болмаса, кез келгеннің сөзінен секем алмасаң, қиын бұл күнде. Мысалы, мен саған жамандық ойламаймын, өйткені жақынымсың, жаным ашиды. Қандай қатыгез адам да өз туысын сыртқа теппейді, айналып соғып, адасқанын айтады. Ол сені неде бүгіттеді? Өзіме серік бол, мен саған қамқоршы болам деген шығар. Жоқ, олай деген жоқ, деді бұл бұған сәл-пәл даусын қатайтып. Сен оны есті кісі дейсің. Есті болса, қарғадым жерге қадам жетпей қалды ма? Маған неге кіріп сәлем беріп жөнін айтпайды? Біз де колхоз мүшесі емеспіз бе? Осы естінің ісі ме? Құдай бос мойын Төлешке менің күнімді қаратпасын және қаратпайды да. Тек Алланың көзі түзу болсын. Мен оның алдында тізе бүгіп жалпақтай алмаспын. Сіз мені не шаруамен шақырдыңыз? Деді бұл көтеріңкі үнмен. Үнсіздік. Шағыр шапанның етегін делең еткізіп көтерді де, оң жағындағы құс жастыққа қисайды. Қып-қызыл өңі одан сайын қызара түсіп, ентіге дем алады. Сосын бір сәтке қалғып кеткен кісідей назарын төмен салып, терең ой толқынына қарғып түскендей күйге енді. Аздан кейін басын көтеріп, зіл басқан денесін тіктеп, қолтығындағы жастықты ысырыңқырап тастады. Шырағым, сен мені айыпқа бұйырма, үлкен кісі не демейді. Кейде ақылды ашуға жеңдіріп алатын кездеріңде болады. Қазіргі уақыттың өзі осыған жетелейді. Үлкенді сыйлап, қошеметтеп, құрметтеу, иіліп сәлем беріп, сөзіңмен болса да, ілтипат білдірудің өзі екінің бірі істей алмайтын аса қиын шаруаға айналып бара жатыр-ау. Бара-бара не болар екен біз, Шағыр орнынан сәл қозғалып, бұған қырын отырды. Жүзінде әлде неден торығу ма, әлде алдындағы шикөкпенің қылығы ұнамай ма, әйтеуір қаны басына теуіп, жарылып кетуге шақ қалғандай күйде еді. Екі аяғын жазып, сәл шалқайды да, оң аяғын сол аяғының үстіне қойып, деп терең күрсінді. Аумалы төкпелі заман-ай, біресе түйе, біресе бие боп, діңкемді құрттың-ау. Қарсы келген жауға қасқайып тұрып, садақ тартатын еркектігім жоқ уақытта етпеттеп қалдым-ау еңіреп. Қолтықтан тірер бала, басымды сүйер ағайын туыс жоқ. Құм шағылдың басындағы жалғыз түп, сексеуіл мен бі болдым-ау, қайтейін. Құлармын да, күл болармын, құл болатын уақыттан өткенмін. Өткенмін, деді ол, екі жағына кезек теңселіп. Садақтың жебесі боп атылатын 25-ім қайтып оралсай, күле қарағанды да, күңірене қарағанды да, жауымды да жалғыз кездікпен жайратар ем, жер жабыстырар ем шамамның келгенше. Апырай, кешегі қашаған не деп еді, жауымды мына жаныштап, досына күлкі қылмасам, достарын мәз ғып күлдіріп, жылағанын тыңдасам. Дұрсақ айтыпты-ау,
жөн. Бұл үндеген жоқ, сазарып отырды да қойды. Екі алақанымен басын қыса ұстап, бұқшиып қалған Шағырды біраз күтіп еді. Ол ештеңе дей қоймаған соң, «Шәке, мен таңнан Бұрсанға аттанамын. Сол арадан жер жыртып, егін салмақшымыз» деді. «Не дейсің?» деп Шағыр басын кегжең еткізіп көтеріп алды. «Солай, Шәке, колхозға мүше боп кіргеннен кейін жұмыс істеуге міндеттіміз. Міндетті болмағанның өзінде далаңдап бос жүру тіпті ұят екен. Аштан өліп көштен қалып жатқан жоқсыңдар. Менің байлығым бір сендерді емес, көзін тапса сендей мыңды асырар еді. Бірақ соған сені тұтқа болар деп ем, адастым ба қалай? Таусылмаңыз, Шәке. Бәсе, тектеден туған ұл едің. Тек сіздердің жетегінде кетеме дегенім ғой. Алдар-тымды мұң шалған уақытта көңіліме медеу, жүрегіме шипа болар деп өзіңді арқа тұтатынмын, шырағым. Заман бір құлатып, сен екі итерсең, менің сүйегім шағылмай ма? Денемді от жалын шарпымай ма? Сонда не істе дейсіз маған? Ашып айтыңызшы, Шәке, деді бұл еңсесін тіктеп. Көптен бері толғатып жүрген ойым еді. Бұл айтпасыма қоймадың-ау, Кәрімжан. Айтайын енді, ақтарылайын бүгін. Тек тыңда да құйып ал, жүрегіңе тоқып ал миыңа. Түсінесің бе, қарағым? Шағыр бұған тіктей салмақпен қарады. Сәл үнсіздіктен кейін күлгі аунаған түйедей ыңыранып, мұрнын шуылдата бір сыңбырып алды. Етжеңді саусақтарымен үстіндегі шапанының жағасын түзеп, көкжиекке қайта көз тікті. Сонан соң терең күрсініп, ішінен ыстық ауа шығарды. Қолын айқастырып, кірпігінің астымен бұған тағы бір қадалып өтті де, естілер-естілмес үнмен, «Иә, пірім, қолдай көр» деді. «Беу, кешегі Махамбет Исатайыңнан айырылған соң, үш құса боп тентіреп жүргенде деймін-ау, арғымаққа оқ тиді, ауыз омыртқаның түбінен, ер жігітке оқ тиді, қыл мықынның түбінен демеп педі. Пай, шіркін асыл ерім-ай, қанжылаған жүрегіңді жырыңмен жұбаттың-ау. Ал мына менше, мен немен жұбатармын? Құйрығым құмға сіңген уақытта сергектік көрсете алмай, серейіп қалмасам не қылсын? Апырай, шөкай, ел аман жұрт тынышта неден түңілдіңіз? Деді бұл шыдамай. Бөлме сөзімді патшағар. Шағыр қос жанарын жарқ еткізіп, мұның өңменінен қадады. Әке отырып, ұл сөйлегеннен без, шеше отырып, қыз сөйлегеннен без демей ме? Атамыз қазақ. Әр нәрсеге шыдамдылық керек. Әліптің артын баға біл. Есіңде болсын, сөз кеспе. Шаршатасың адамды. Ойын бөліп, тіл тиегін сындырасың да, айтылар сөзді шашыратып жібересің. Шағыр орнынан шапшаң көтеріліп, әңгіме осымен аяқталды дегендей, алшаң басып барып, орданың түрулі есігінен ішке еніп кетті. Аң-таң боп, қояннан адасқан тазыдай аңқиып қалған бұл да орнынан атып тұрып үйіне беттеді. Адымдап келе жатып, ал жасқан шығар мына шал, әлде қулығы екен? Не де болса тәуекел, өзі айтқандай, әліптің артын баға тұрайын деп ойлады. Шейлі ойпаңды кесіп өтіп, әрі-бері із тастаған Кәрім жиренге тақым салды да, жортыңқырап шығыс беттегі жарып шыққанға қарай жөнелді. Жолай қалың есекмия өскен екі қазан шұңқырды басып өтті. Қары қатпапты, бұл араның ажырағы тұтасып жатқан шығар. Ала жаздай мал тұяғы тиген жоқ деп іштей күбірледі. Құмбелдің жарып шыққан арнасына еңкейер тұсында суат болушы еді. Ойы соны барлау. Жағасына өскен сидиған ұзын қамысын балақтан қысып, қақ ортасының ғана мұзы жалтырап, қара шүңей тіресіп жатыр. Ортасының мұзы қақ айырылуына қарағанда пәтшағардың суы мол екен. Ана бір тұстан ұзынша етіп суат ойса, балдай суың шып-шып етіп шыға келер-ау деп сүйсінді қарт. Сүйсінді де жиреннің үстінен сырғи түсіп, арнаның жайпақтау тұсымен төмен беттеді. Тая жерінің мұзы қысқасын, су еріксіз шүңейтің тереңіне жиналған екен. Жетісіне бір немесе екі рет табын жылқының су ішкені мына шүңейтке бет жаққандай білінбейді. Тіпті екі отар қойыңды да алағыстай сусыратпайды шіркінің. Қарт мұз жағасындағы қалың қарды омбылай ортаға ұмтылды.
әне бір түстің қарын аршып, іздік жасап, мына бір түстің мұзын ойса деп іштей ойлады да, мұзды тепкілей бастады. Апырай, дүңкілдемеуіне қарағанда, мұздың астын су түреп тұр екен деп риза болды. Жиреннің үстіне қонжиды да, келген ізімен кейін қарай жорта жөнелді. Шағырдың айдап салғанына елтіп, шейлі ойпаңды 2 ай мекен еткенде, ылғи таң алдында осы шүңеттің жағасынан Шағырдың жансызын жолықтыратын. Әрине күнде емес, 7-сіне 2 рет сәрсенбі жұма күндері. Қарт сонау бір жастық шақтың жалаң сезімге толы алабұртқан көңілімен ақпанның үскірік боранында ерегессе, жалаң аяқ қар бастыратын ессіз албырт кезін есіне түсіріп, ақырын езу тартты да дереу жан-жағына көз жүгіртті. Мұнысы осы ойымды жоқ, сол бір басты жарға соғар дүлей кезді еске түсіріп, езу тартқанымды біреу-міреу көріп немесе сезіп қоймады ма екен деген сауысқаннан да сақтық еді. Езу тартып мәз болатын іс емес, қайта жұрт алдындағы сол бір ақиқаттығы бет қызартар, тіпті кезенген қылышқа тізерлей қыл мойнын ұсынардай іс еді. Бірақ елінің есі бар, ерлігі мол, абыройлы азаматтары мұның қисық басқан қадамын балалық пен шалалыққа санағанда қойған. Енді ойласа, анау марқұм Төлештің бір ғана өзі шалағай шарпы, жадағай жалпы жүрген 100 жігітке татиды екен-ау. Шіркін, жігіттің төресі еді-ау, нар еді-ау сол Төлеш. Иә, бір туған түсі қызғылт-нардай, жігіттің де бір туғаны сирек, тіпті сирек. Сондықтан да болар, төрт құбыласы түгел, иығына батпан-батпан жүк артсаң да мыңқ етпейтін бір өркеш қызғылт нар секілді абзал азаматтардың аздығы. Қарт ойын сабақтай түсті, жирен желдірте аяңдап келеді. Қысқы күн көзі өзінен шырқау биігіне көтерілгенмен, қар бүркеніп жатқан қара жерге жылылығын жеткізе алмай тұрған секілді. Терістіктен болар-болмас жел лебі білініп еді. Аяқ астындағы қатып қалған қардың үстінде аз-кем қозғалыс байқалады. Егер тосыннан айқай жел тұрса, ал қара аспаннан ақ мамық жапалақтамай-ақ ақ шолан боранның басталары сөзсіз. Қарт күн көзіне шалқая қарап еді, айналасы қызыл тамырланыпты. Демек жуық арада күн сынбайды. Ашық жарық болғанымен қайта қатты аяз қаһарын төгеді. Семіздің майын, арықтың қанын сорамын дейтін кәдімгі шұнақ аяз. Иә, сол бір көктемде ағыл-тегіл су тасып, жарып шыққанның өзі арнасынан аса бұрқыраған еді. Тіпті тасқын су сай-саланы қуалап, анау Борсанның сыртын айналып кетпеді ме? Інісі Мұхит екеуі өзгелерге бас боп, Борсанның сырт қоңырлығына 2 өгізбен соқа салғанда, ылғалы мол қара топырақ төңкеріліп, теңіз жағасына шыққан ит балықтай аунап қалған еді. Сонда Шағыр ызадан жарылып кете жаздаса да, бұған іләмейм деп жағашпап еді. Сәуірдің кірісінде жұмыла жұптасқан 15-20 адаммен 10 өгіз 5 соқа заузаның басына жеткізбей, біраз жерді қопарып тілгілеп тастады. Сондағы Төлештің белсенділігі-ай, күні-түні тыным көрмей шапқылап, колхоздың бір өгізін тағы да тұқымдық тарыға қолма-қол айырбастаған. Төлеш айтқандай, ұлтарақтай ғана емес, шамамен ені де, ұзындығы да шақырымдай жер жыртылып тегістелді. Тұқымды Төлештің жалғыз өзі 2 күнде шашып шықты. Оны мұнысы несі деп кінәлаған ешкімде болған жоқ. Шаршап жүріп, 2 керегенің басын айқастырған күркеде қатты ұйықтап қалған екен. Таң сібірлей оянса, кермеге шылбырынан тақап байлаған бәйге күрең жоқ. Пышақпен шылбырды шарт кесіп жетектеп кетіпті. Әттең-ай, кілтті тұсамысын бүгін түн ғана салмап еді. Аяғын суытып, бойын жинасын деп ойлаған еді. Бұл бармағын тістеді. Жүгіре басып ізге түсті. Сәлден кейін ұры күреңге ырғып мініпті де шоқырақтап кетіпті. Бағыты құбылап еді. Бұл не істерін білмеді. Ызадан жарыла жаздағаннан ба, кім білсін, қоншындағы мүйіз сапты кездігімен жата қалып, қара жерді осқылаған. Сосын ұшып тұрып жүгіре басып, күркеден 2 аяғы серейіп шығып жатқан
Төлешті жылмалап оятты. Ойпырмай, жай ма? Деді Төлеш ұйқылы ояу кейіппен. Бәйге күреңді алдырдым. Алдырған нес? Ұрлап кетіпті. Не дейді? Төлеш екеуі жүгіре басып, тағы да ізге түсті. Жалғыз жаяу күреңді ноқтасымен жетектен кіреп барып, мініп кетіпті. Анық, жалғыз кісі. Болмады, әккі ұр екен. Біраздан бері бақылаған ғой. Тұсамысты салмаған түні әкеткен. Қайта есті кісі болды. Әйтпесе қатар жатқан үшеумізді бауыздап кетсе де, ешкім оның қолын қақпайтын еді, деді Төлеш сәл езу тартып. Қапаланба, ойланайық. Кім алды екен? Жасырын сұрастырайық, шырағым. Шағырдың алдында зерлеп қалдым-ау, деді бұл. Әттең-ай, бекер мінген екенмін. Абыройын асырып, қызара бөртеді енді ол қу. Қап, жер жастанғандай болдым-ау. Сен бар ғой, деді Төлеш, бұлардың қасында үрпейіп тұрған Мұхитқа. Торыға мініп ауылға қайт. Ауырып қалғасын андағылар қайтарып жіберді де. Бәйге күрең туралы жұмған аузыңды ашушы болма. Сосын шағырға кім келіп, кімнің кететінін бақыларсың. Түсіндің бе? Хабар өзімізден болады. Әрине түсіндім, деді Мұхит баған жаутаңдай қарап. Онда жөнел. Торымен шоқырақтап кеткен имек мұрын сары баланың соңынан екеуі біразға шейін аңтарылып қарап тұрды да, моса іліп шай қамына кірісті. Серігінің ызадан ұшқын шашқан жанары мен күл түстеніп кеткен өңіне көзі түскен Төреш жас жігіттің балуан тұлғасына бірінші рет сүйсіне әрі күдіктене қарады. Бастырмалаған ожар күшпен от намысы қосылып, бірдеңеге ұрындырмаса жарар еді деп ойлады. Тым жас қой, шекі өкпе ғой әлі. Мұның қазір жаман мен жақсыны толықтай ажыратар шақ емес. Қайта алапат дауыл қозғаған, алапат толқынға қарсы құлаштар шағы. Мынандай біреу түсініп, біреу ісініп жатқан кезде бозбаланы анау-мынаудан қорғаштау қажет-ақ. Түбінде есі бар азамат атануы да мүмкін. Иә, әлім келгенше бұл жігіттен көз жаспай қадағалауым керек. Төлеш Кәрім жөнінде осындай ой ойлады. Ал Кәрімнің ойы қалай болғанда да Төлештен құтылып, бәйге күреңнің ізіне түсуді, оны індетіп барып, жазалыны жазалау ғана болды. Қайткенде де ізді суытпау керек. Иә, күдікті деген жерлерін көзімен шолып өтпей, көңілі дауаламас. Осы ойын жинақтап, Төлешке білдірсе қайтер еді, сөгер деймісің. Ол лаулап жанған ақ тезектің жалыны мен бұрқ-сұрқ қайнап, пыш-пыш етіп, қып-қызыл қызыл шоққа төгіліп жатқан мосыға ілулі қара шәйнекті іліп алып, күркеге кірді де, төке, сізден өтінерім, маған кедергі болмаңызшы. Бәйге күреңнің ізін суытпай бір жағына шығайын, деді Кәрім қарсы алдында отырған Төлешке бақырая қарап. Жоқ, шырағым, мына үлкен шаруаны бастаған екенбіз, енді соны аяқтайық. Осыған өзің бас көз боласың. Ал ат жөніндегі мәселені өзім тындырамын. Сонда қалай тындырмақсыз? Ұрының соңынан тұра қуғанмен ол бізге енді бой бермейді. Босқа далбасалаймыз. Сондықтан ештеңе болмаған сыңай танытып, тың-тыңдай сұрастырып, әрі қызыл қоғадағы жақын жуықтарға астыртын сездіріп қоямын. Әзірге осы да жетеді. Милицияға хабарласақ ше? Болмайды. Онда бүкіл жұрт құлақтанады да, бәйге күрең одан әрі қолды болып кетеді. Ақымақ демісің? Атқа көз тіккен адамдар, және олар бірнешеу болуы да ықтимал. Солай інішек, сабырлы жетер, мұратқа деген сөз тегін айтылмаған. Өй, бүйткен сабырлылықтың. Иә, сонда не істемексің? Айтшы кәне бауырым. Төлештің өңі қатулана қалды. Ізін бір шығарып алсам, барған жерің топшылар едім. Әрі қарайше, үстінен түссем өлсем де беріспеймін. Тақымым күреңінің қыр арқасына бір тисе, ар жағын өзім білерем. Төлеш Кәрімге ұзақ тесіле қарады. Сосын іргеге шырт түкіріп, ұзын мойнын қатайтып алды да, суып қалған шайын ағарған ішкендей шайқап-шайқап ішті. Шеті жырым-жырым кішкентай ағаш көзелектің ішіне құйылған қара шай оған таусылмастай боп көрінді ме, әйтеуір аузын толтырып бірақ төңкерді. Қоламтаға піскен кішкентай күл-күл нанды салалы саусақтарымен екіге бөлді де, сәл үлкендеу бөлшегін Кәрімнің алдына қойды. Өзі күлінде үрместен пісіміләдеп шетінен тістеді. Нанды жайлап шайнап, бір ұртына апарып,
әбден езілді-ау дегенде қылқ еткізіп жұтты да: мен сені есті жігіт пе деп жүрсем, әлі балалығың қалмаған-ау. Саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін сөйлейтініңне асықпай аптықпай ойланып көрейікші бір шырағым. Атты ұрлаған адам сені де аямас. Ол қандай жайға бел буған шіркін ғой. Бүгін түс ауа, мен атқа қонамын да жиекті жағалап Қызылқоғаға құлаймын. 2-3 күнде шаң беріп қалармын. Сен осы арадан қозғалма. Қорықшылыққа айтпай қартты бірге ала келемін. Жарай ма? Сонан соң екеулеп тізе қосып, ар жағын ойластырамыз. Түсіндің бе? Үнсіздік. Түсініп, ұқтың ба деймін мен саған шырақ. Жарайды аға. Бәсе, өзім де осылай ойлап едім. Ахмет халфенің бүгін көңілі тоқ еді. Өйткені көптен ойлап жүрген бір мақсаты жүзеге асқандай болды. Таңнан тұрған ол Қызылқоғаның батыс бетіндегі шатырлы қызыл үйін жаңа көргендей, анадай жердегі дөңнің үстіне шығып, қайта-қайта сүйсіне қарады да: «Иә, жаратқан ием, өзің жар бола көр. Иә, Аллам, иә, Алла, қауіп-қатерден пәле-жаладан сақта. Иә, Раббым хақ» деген сөздерді 2-3 рет қайталады. Шағырға бүгін кісі жіберемін, көнсе де көнеді, көнбесе де көнеді. Егер алда-жалда шатақ шығарып кісімсіп, кеуде көтеріп жатса, бәйге күреңде бел асырып, тұз төбедегі нағашыма апарып бақтырармын. Орыс арасы тыныштау, өсек аяңды білмейді деп ойлады. Ойланған сайын мәртебесі биіктеп, көңілі одан сайын марқая түсті. Бәйге күрең жөніндегі мақсат мүддемді ешкім білмеу керек. Анау мешіт ұстап, мүрдесін жайып, құдайшылы болып отырған Хасан Қазіреттің өзіне бұл құпияны білдіруге болмас. Өйткені оның аяқ асты судан таза, сүттен ақ бола қалатыны бар. Қазіреттің 2 сөзінің бірі ұрлық, қарам, өтірік қарам. Хорезмнен білім алдым, Меккеге барып, пайғамбарымның басына мінәжат етіп, шәрбат суын ұрттадым. Маңдайымды ұлы пайғамбарымның мүрдесі жатқан қабырғаға тегіздім. Шариғаттың өзі қаскүнемдікке қарсы дегеннен басқа ол ештеңе айтпайды. Иә, бәріміз де Құдайдың құлымыз ғой, бірақ өзіңнің ойыңа тап басқаныңды істеуге жаратушының өзі де қарсы болмас. Сірә қарсы бола қояр ма екен? Ахмет халфе тағы да үй жағына көз тастады. Қызғылт шырайлы өңі бұрынғыдан да шырайланып, қарасынан ағы көбірек, қысықтау көздері одан сайын ағарыңқырап, қою қара мұртын ширатып қойды. Таң алдында қораға кіргізілген бәйгі күреңмен бірге тайсойған өресінің бүкіл бақыты да мұның босағасынан аттағандай әсер алды. Содан атты жайдақ мініп келген жәдіні сұрақтың астына алғанына қазір өзі мәз боп отыр. Әйтпесе ше, сақтықта қорлық жоқ деген емес пе? Күреңді күні бұрын дайындалған орынға жайғастырғаннан кейін екеуден екеу оңаша қалған соң бұл жәдіге: қалай алдың? Деп бас салып сұрақ қойды. Аққа қоя тұрыңызшы, әзер жеттім. Құйрықтан құйрық қалмады. Қызылшақа, кішкене дамылдап шай ішіп дегендей. Ойбай-ау, шайың не? Шай ішіп керіліп отыратын уақыт қайда? Таң сібірлемей жоғал. Біреу-міреудің көзіне түсіп қаларсың. Апыр-ай, ағасай, менде тап қазір қозғалатын жайдың жоқ екенін көріп біле отырып, осындай әңгімеге барасыз, Тамаққа тойдырып алып, күреңді қамаған жерге мені де қамаңыз. Сонда ат та пысқырмайды, менің де ұйқым қанады. Оны қойшы, бірден етерміз. Із жасырдың ба? Ізді қайтып жасырамын. Салып отырып аулаға кірдім. Жәді ыржиды. Қорағаштай ұзын қолындағы күректей алақанымен келсаптай мұрнын ұйқалап жіберіп, айқайлап түшкірді. Және қайталап түшкірді. Тек шамаласайш, көкең үйінде жантайып жатқандай-ақ. Апыр-ай, енді ағасау түшкіртпейтін бе? Құдай бар ма әлде? Бұл сөзді қойып, әңгімені жалғастыр. Жәдінің мамық жастықты омаждай жантайып, пәтсайы көрпенің үстіне шынтақтай кеткені қалпенің жынын қытықтаса да, қап, мына қап-қара құлдың шіренуіне адамсып дегенін іштей айтып, сырт көзге сыр бермеген. Сонымен не керек? 3 күн бақыладым. Төлештің Болатпен ісі жоқ екен. Анау Кәрім деген бозбала қауіпті. Өзінің денесі де жастығына қарамай шойыннан құйғандай-ау. Күреңмен жаны бірге ме деп байладым, шіркін.
Сонан не керек әйтеуір бір жақсы түні тып-тыныш шәуілдеп үретін күшігі де жоқ. 4-ші түні еңбектеп барсам, байлаулы тұрған күреңнің аяғында тұсамыс жоқ. Сол кілтті тұсамыс қой маған 3 күн кедергі болған. Әкем көрден тіріліп келсе де, мұндай қуанбаспын. Шылбырды шыртқайып, апырай, деп қалды халфе. Сосын айта бер. Күрең текті жылқы ғой. Құйрығымен жылжып қасына барғанымда осқырынып оғаш мінез білдірмеді. Шылбырды қанжарымен шортқайып жіберіп, жетектей жөнелгенімде жосып жүре берді жарықтық. Мұндай жуас жылқыны бірінші кездестіруім өмірімде. Бұл жылқы емес, саф алтын-ау, саф алтын. Рас болса, адайлар осы күреңге 3 үйір бір түсті жылқы 40 қызыл нар беріпті дейді ғой. Шағыр сонда да мізбақпадай. Естігенмін, адайдың құнан орысы Әлібай төре күреңге ғашық болған деседі жұрт. Жалғыз қызы Айша Нұрды Шағырдың жарымес баласына бергісі кеп, құда болайық, күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деп дұғай сәлем жолдағанда Шағыр мізбақпай, Әлібайға мен айтты деңдер, жылқысы көп болса, желге айдасын, қонысын өзі табады. Қызы көп болса, түрікпенмен құда болсын, тыныш өмір сүреді. Менің атыма жылқы баласында тең келер тұяқ жоқ. Қызы сұлу дейді, бірақ жылқымен адам бірге тұруы мүмкін емес қой. Тең-теңімен, тезек қабымен деген емес пе, деген екен антұрған. Содан Әлібай бұл хабарды естіп, бұлқан-талқан боп, ашуланудың орнына, апырай, Шағыр есті кісі деп естуші едім, рас екен-ау. Әй, патшағардың ойылсай, сөзге де іске де шебер, орнықты адамның сәлемі ғой мынау. Дұрыс жөн-ақ, бәйге күреңдей ат үстей алмағанымды өзімнен көрмесем кімнен көрем. Сенің қызыңа менің балам тең келмейді деп жұмбақтауын қарашы шіркіннің. Пах, есті кісі, есірік сөзге ермейді деген пай-пай Шағырай деп таңдай қағыптымыз. Меніңше екеуі де ақымақ, малдың буына мас болғандар деді Жәді, енді шалқасынан аунай кетіп. Әдейі қалпеден сыр тартқысы кеп. Тек ақмақты тапқан екенсің, екеуі де ақылды, парасатты кісілер ғой. Тегінде Шағыр бір сөзді адам, және алдартын шамалай білетін қу. Ол әрбір басқан қадамын, сөйлеген сөзін өлшеп пішіп отырады. Ол бәйге күреңді өз кермесіне байламай, немесе өз балаларына мінгізбей кәрімге беріп қоюы тегін емес. Мұнда бір гәп бар. Оның қолшоқпары да еменнен кесілген болуы керек. Қарағай қайыңнан шоқпар ұстамайды ол. Анау кәрім деген намыс қой, жас жолбарыс сияқты пәләу. Соны айдап салып, өзіне баулап алса, ол пәле шамалы жерді тасталқан етеді. Ол бар ғой, ол бәйге күреңді бізге құтайтпайды. Әрі ұры халфе деген кір атақты маған тағады да елге масқара етеді. Сондықтан мен тез Жұмабаймен хабарласып, күреңнің көзін құртайын. Немесе, қайткенде де бұл жерде ұстауға болмайды. Ойбай-ау, ақау, соншама неден өрейлендіңіз аяқ астынан деді. Жәді шүңірек көзін қалпеге қадай сөйлеп, менің осында келгенімді жұлдыздардан басқа ешкім көрген де сезген де емес. Атақты ұры Жәді із жасыруды да әлі Құдайға шүкір ұмытқан жоқ. Пері не сайтан табар аттың ізін, ол екі аяқты бір басты адам қаншама көреген болса да ізді кесе алмас, шығар алмас күреңнің ізін. Одан да маған әлгі беретініңді бер, тыныш ұйықтайын. Ал егер Нұрғазы ше? Нұрғазы, ту ақай, көлеңкеңізден қорқатын сіз емес, алда-жалда бірдеңе бола қалса, көкірегімді оққа мен ақ тосайын. Оның да жөн екен деп, бұл сабасына түскенде 3 алтын теңге мен 5 күміс теңгені Жәдінің қолына ұстатқан. Ол қазір күреңнің қасында қорылды соғып жатыр. Ахмет халфе үйіне қарай қадам басты. Бәйбіше де ұйқысынан оянып, шайдың қамымен жүрген болар деп ойлады. Көңілі шайда, ойы бәйге күреңде.